Зұлпқар Мелтемге бұйырса жазда үйленеміз деді. Мелтем мен қорқам деп еді. Қорықпа, әр адам бір қорқынышы болады деді Зұлқар. Айшагүл Пойразға ренжіді. Ол әкесінің орнына Пойраздың отырғанын қаламайды. Ағасымен екеуінің жауласқанынан қорқады. Сен өзгердің деді Айшагүл Пойразға. Громила Омранның үйіне келді. Исаға жемістер әкелдім, оны көруге бола ма деді. Омран кіріңіз деді. Громила Исаны қасына отырып бетінен ұстап еді. Әке кетпеші деді ол. Громила жақсы, мен осындамын балам деді. Омран жылап бөлмеден шығып кетті. Айшагүл, мен мүмкін қателесетін шығармын. Сен осы жолдан өтуің керек шығар. Бірақ сен мені де түсін деді. Мен өмірімде бірінші рет біреуге қажет екенімді сезіндім деді Пойраз. Сен маған керексің. Мен сен менің қасымда болғаныңды қалаймын. Қолымды ұстағаныңды қалаймын деді Айшагүл. Олар мені жібермейді. Мен болды, бәрі бітті, бәрін тастаймын дегенде біреу тап болады деді Пойраз. Онда өзің бар ол жолмен. Мен бармаймын сенімен деді Айшагүл. Сен менің қасымда боласың деді Пойраз. Зұлпқар мен Громила Семаға келіп әділдің адамдарын қайда апарғандарын айтып жатырды. Сүңгіл бөлмесінде отырып оларды тыңдап отырды. Садриддинге звондап оларды қайда апарғанын айтты. Садриддин мектепке барамыз Пойразға деді. Сема Айшагүлге Пойразды түсін. Ол мен өткен әр күніңді бағала. Мен қазір Сефермен бір күн бірге болу үшін бәрін істейтін едім. Көп ұрыспа, оны бағала деді. Садриддин Фуатпен мектепке келіп Пойразды күтіп отырды. Пойраз Синанды мектепке әкеле жатырды. Синан Айшагүлге әкем қайғырып жүр деп жазып жіберді. Айшагүл қайдасыңдар деп сұрап еді. Мені мектепке апара жатыр деді. Садриддиннің адамдары складқа келді. Өз адамдарын алып кетуге. Пойраз баласын әкеліп кетіп бара жатырды. Садриддин өз адамдарына ана көліктің артынан барасың деп айтты. Садриддин де артынан барамыз, көргім келеді деп Пойраздың артынан жүрді. Садриддиннің адамдары атыс бастады. Садриддиндерді келе жатқан көліктің алдына жүк көлігі тұрып алды. Айшагүл Пойразға келді. Айшагүл, сөйлесейік деді. Синан айтты сенің қайда екеніңді деді. Садриддин Айшагүлдің көлігін көрді жолда. Қасында біреу бар ма? Айшагүл, бар. Звонда атпасын, қасында қарындасым бар деді Садриддин. Ол телефон алмады. Садриддиннің адамы Айшагүл мен Пойразға оқ жаудырды. Пойраз, Айшагүл, бәрі жақсы ма деді. Айшагүлға оқ тиді. Садриддин көрді. Фуат оның аузын жауып қасынан өтіп кетті. Садриддин тоқтат көлікті, ол менің қарындасымды атты деп айқайлады. Тыныштал, саған қазір ол жаққа баруға болмайды деді Фуат. Жіберіңдер мені деп жылады Садриддин. Не істедім мен, менің кесірімнен Айшагүлді атты деп. Пойраз, көмектесіңдер деп айқайлады, бірақ ешкім болмады. Ол өзі Айшагүлді ауруханаға әкеле жатырды. Маған қара, көзіңді аш, шыда, жақындап қалдық деп келе жатырды Пойраз. Зұлпқарлар Садриддиннің адамдарымен атысып жатырды. Ол өліп қалса не істеймін мен деп жылап тұрды. Громила оларға қайсың шақырдыңдар деді. Біз қайдан білеміз, кешеден бері сендермен біргеміз деді олар. Зұлпқар, мен білемін кім оларды жібергенін деп Садриддинге звондады. Ол жылап тұрды, телефон алған жоқ. Садриддин, мен Айшагүлге барамын деді. Фуат, бармай, олар біліп қалады сенің ісің екенін. Пойраз сені өлтіреді, ол өлтірмесе әкең өлтіреді деді. Айшагүлге ота жасалып жатырды. Бахри білеме деді Диспина. Сема әзірге айтпадық деді. Зұлпқар, ота біткенсін айтамыз деді. Дәрігерлер не деп жатыр деп еді Мелтем. Білмеймін, ота жасап жатыр деді Сема. Пойраз Мелтемге, мен қалай өмір сүремін, ауа жұтуға маған ұят. Айшагүл осындай жағдайда жатқанда деп жылап отырды. Ихсан Нешетке, Айшагүл ауруханада ота жасап жатыр деді. Қалай болды деп сұрады Нешет. Садриддин Пойразбен жанжалдасып қалды, одан өш алу үшін оны өлтіргісі келіп адам жалдады деді Фуат. Нешет, Айшагүлдің не қатысы бар бұл жерде деді. Пойраз, өзі болды, Айшагүлдің көлікте отырғанын көрмей қалдық. Оны көргенде бәрі кеш болды деді Фуат. Ал мен неге ештеме білмеймін деп еді. Бәріне Садриддин кінәлі деп айтты. Қалай Айшагүлді атасыңдар деп Нешет ашуланды. Садриддин жылап отырды. Өліп қалса не істеймін деп. Сема звондады. Айшагүлді атты, ота жасап жатыр, кел деді. Ол, я келемін қазір деді. Садриддин ауруханаға келді. Бүгін біреу Пойразды өлтіргісі келді. Сенің бұған қатысың жоқ деп ойлаймын деді Сема. Не деп тұрсың Сема? Не деген күмән деді Садриддин. Дәрігер шықты. Пойраз, Айшагүлге кірсем бола ма деп еді. Тек туғандары кіреді деді. Маған кіруге бола ма, мен оның ағасымын деді Садриддин. Сіз кірсеңіз болады деді дәрігер оған. Оған болады, неге маған болмайды деп ашуланды Пойраз.
Нишет келді. Ол қалай деп сұрады. Мелтем жақсы, ота жасалды. Сен қайдан естідің деді. Семаға звондадым, ол айтты деді Нишет. Садриддин Айшагүлді көруге кірді. Кешір мені деп жылады Садриддин. Ол шыққан кезде Пойраз қалай ол деп сұрады. Бір қалыпты, оянбады әлі деді. Жағдайы нашар ма деп еді, білмеймін деп кетіп қалды. Сема мен Диспина Бахриге келді. Айтыңдар, неге келдіңдер деді оларға қарап. Қорқытпаңдар деді. Бірдеме болғанын сезді. Сема оған Пойразды өлтіргілері келді деді. Ол қалай, жақсы ма тірі ме деп сұрады Бахри. Диспина ол тірі, Айшагүл оққа ұшты, қазір жағдайы жақсы, ота жасалды деді. Звондаңдар, даусын естігім келеді деді Бахри. Сема біз кетіп бара жатқанда әлі оянған жоқ деді. Диспинаға Сема екеумізді оңаша қалдырыңыз деді Бахри. Садриддин бегімге келді. Мен өз қарындасымды өлтіре жаздадым, қандай адаммын мен деп жылады. Неге сен олай істедің деді бегім. Мен Пойразды өлтіргім келген, Айшагүлге тиді деп айтты. Не дедің деді бегім. Не естідің деп айқайлады ол. Садриддин не деп отырсың деп айқайлады бегім. Өзімнің туған қарындасымды өлтіре жаздадым деді. Синан келді. Апа не болды деді. Бәрі жақсы деді. Синан не деп отыр ол? Айшагүлге не болды деп сұрады. Ол мас, оны тыңдама. Айшагүлде бәрі жақсы. Апатқа ұшыраған, бар жат деп өлмесіне жіберді. Тағы кім біледі, Пойраз біледі ме? Әкеңше, олар сені өлтіреді ғой деді бегім. Ол ешкім білмейді деді. Біріншіден мені тез шығарасың, екіншіден не ойлағандарың бар деді Бахри. Төртеуін ұстап отырмыз деді Сема. Оларды өлтіріңдер деді Бахри. Сіз сенімдісіз бе деп еді Сема. Мен ешкімге менің қызыма тиіскенін қаламаймын. Қызымның бір тал шашы түспеу керек, маған не істесе де деді Бахри. Жақында шығамын деді Диспинаға Бахри. Грамила мен Зұлпқар Айшагүлді айтқан жігітті ұстап алды. Пойразға Синан звондады. Әке, бәрі жақсы ма, Айшагүлге бірдеңе болды ма деді. Сен қайдан білесің деді Пойраз. Апамен Садриддин ол жайлы айтып жатырды деп айтты. Ол әлі сонда ма деп сұрады Пойраз. Иә, кім істегенін білесің бе деді. Жоқ деп еді. Білгенде не істейсің деді Синан. Полицияға тапсырам деді Пойраз. Пойразды Айшагүлге кіргізбеді. Ол тығылып кіріп кетті. Мен сені тыңдамадым, сен оянғасын бәрін басынан бастаймын деп жылады. Пойраз шығып кеткеннен кейін Айшагүл көзін ашып жылап жатырды. Диспина Пойраздан ол қалай деп сұрады. Ол әлі оянған жоқ деді. Сема кім? Неге маған қарайсыңдар? Мен қайдамын? Деп тағы бәрін ұмыта бастады. Грамила мен Зұлпқар Айшагүлді атқан жігітті мойындатып жатырды. Сүнгіл Умраннан олар кімді әкелді деп сұрады. Айшагүлді атқан адамды деді Умран. Бірдеңе біліп жатсаң маған айт деді Сүнгіл Умранға. Өсек айтатын адам таппадың ба? Саған не керек деді Умран. Сүнгіл Садриддинге звондады. Телефонды бегім алды. Ол жаңа ғана ұйықтап қалды, маған айт деді. Мында бір жігітті әкелді, біреудің атын сұрап жатыр деді. Сен қайдан білесің деп еді бегім. Айшагүлді атқан адамды әкелді, Садриддинге айт деді Сүнгіл. Садриддиннің кесірінен Айшагүлді атты, ол Пойразды өлтіргісі келген. Оқ Айшагүлге тиді деді бегім. Кім біледі деді Сүнгіл. Ешкім білмейді, олар білсе Садриддинді өлтіреді. Бірдеңе істе, өлтіру керек болса өлтір, мен ақша төлеймін саған деді бегім. Айшагүлді айтқан жігіт тамақ ішуім керек деді. Грамила Зұлпқарға тамақ берейік, сосын айтатын шығар деді. Сүнгіл басым ауырып тұр деп дәрілер қайда деді Умранға. Ол дәрі алып жатқанда Грамила келіп Умранға жігітке тамақ бар ма деді. Умран жақсы бутерброд істеп беремін деді. Сүнгілге де керегі сол еді. Жертөлеге барып у тауып әкелді. Сүнгіл кухняға келді. Саған тағы бірдеңе керек пе деді Умран. Таблеткаларды таппадым деді Сүнгіл. Умран дәрілерді іздеп жатқанда Сүнгіл уды стаканға салды. Умран тамақты алып келіп берді. Зұлпқар мен Грамила оны ұрды, қорқытты, бірақ ол ештеме айтпады. Ештеңеден қорықпа Айшагүл, ағаң жазасын алады, ешқайда қашпайды. Сен бұндайға лайық емессің, сен маған тиесілісің, бірақ әзірге түсінбейсің, деп өзімен өзі сөйлеп отырды. Ихсан келді. Жаман хабарым бар деді. Тағы не болды деді Нишет. Пойраз Айшагүлді атқан адамды тауып алды деді. Неге жаман хабар? Ол жақсы, тауып ала берсін. Садриддиннің ісі екенін білсін. Сосын Пойраз оны өлтіреді. Айшагүл сосын қатты ренжиді деді Нишет. Грамила әлі сөйлете алмай жатырды. Сүнгіл жоғардан қарап тұрды. Неге у көмектеспей жатыр деп. Оның аузынан көбік атып жатырды. Зұлпқар ол уланған, не бүлдірдіңдер деді.
не жеді бұл деді. Жаңа ғана бутерброд жеді деді Громила. Ол тірі қалуы керек, ауруханаға апарыңдар тезірек деді. Оны ауруханаға алып кетті. Сүңгіл көмектесті деп қуанып кетті. Бегімге звондап шаруа бітті деді. Сема Пойразға әкем Әділдің адамдарын өлтіріп денелерін жасырыңдар деді. Біз солай істедік. Енді жаңалықтар шулап жатыр деді. Айшагүл оянды. Пойраз қасында отырды. Сен маған ренжулісің ба? Менің кесірімнен өле жаздадың деді Пойраз. Иә деді Айшагүл. Ашуланамын саған. Сен үшін өле жаздағаным үшін емес, сен өліп қала жаздағаның үшін. Сен өлсең мен не істеймін? Мен күнде сені менен алып кетпесін. Сен өлгенше мен өлгенім жақсы деп тілеймін деді Айшагүл. Ихсан Нишетке келді. Жаңалық бар ма деді. Иә, Айшагүлді атқан адам ауруханада деді Ихсан. Ол Пойразға айтпаған ба деп сұрады Нишет. Садриддин тірі болғанына қарағанда айтпаған деді Ихсан. Онда бірдеңе ойластыру керек. Менде идея бар деді Нишет. Пойраз Айшагүлге жақсы, мен үндемеймін, сенің айтқаныңдай болсын деді. Қанша рет мен естідім осы сөзді деді Айшагүл. Екеуміздің біреуміз өлмей бұл іс бітпейді деді. Бегім Садриддинге Пойраз Айшагүлді атқан адамды тапты. Мен Сүңгілге ақша төледім, оны өлтіресің деп. Ол өлтірді деді. Мен оның біліп мені атып өлтіргенін қалап едім деді Садриддин. Шевкет Пойразға келді. Екеуміз сөйлесуіміз керек деді. Сен не істедің деді Шевкет Пойразға. Не істедім мен деді Пойраз. Қылмыстық басшыларды тауып алып өлтірдің ба? Сен ба Бахрима деді Шевкет. Айт, мен білуім керек деді. Я, мен өлтірдім. Олар Айшагүлді өлтіргілері келді деді Пойраз. Шевкет болды, енді Бахриді де сені де құртам деді. 2 күн бұрын сен емес пе маған келіп жылаған? Салихтың топырағы әлі кепкен жоқ деді Пойраз. Мен не істеймін? Маған кінәлі адамды табу керек. Бахриге жабам бәрін деді. Жоқ, оған тиіспе. Керек болса маған жап бәрін деді Пойраз. Жақсы, түсіндім. Қалағаның болсын деді Шевкет. Уақыт барда сенің орныңда болсам қашып кететін едім деді Шевкет. Ол адамдар тынышталмайды. Бахриге түрмеде де тыныштық бермеді. Құтқарып көр оны деп кетіп қалды Шевкет. Пойраз Семаға звондады. Сема, даяршы жайлы ақпарат таптым, оны табу керек деді. Пойраз әкеме қауіп төніп тұр. Біз өлтіргендердің атынан өш алғылары келеді деді. Кездесу ұйымдастырасың деді Пойраз Семаға. Айшагүл киімдерін жинап жатыр еді. Нишет келді. Не істеп жатырсың деп еді. Пойразды көрмеу үшін кетіп бара жатырмын. Үйге де бара алмаймын деді. Енді қайда барасың деп еді. Білмеймін деді. Бұл дұрыс емес деді Нишет. Мен кеткім келеді, мені тауып алмас үшін деді Айшагүл. Пойраз Әділдің адамдарына келді. Кешегі хабарды алдыңдар ма деді. Сен Осман жайлы айтып отырсың ба деп сұрады. Я, және оның достары жайлы деді Пойраз. Оны сен істедің бе деді Фуат. Я, солай деді Пойраз. Біздің достарымызды өлтіріп бізге келіп осы жерден тірі шығам деп ойладың ба деді Фуат. Я, мен сөйлесуге келдім. Сендер әкемді кінәламаңдар. Сендер қателесесіңдер, бәрін мен өлтірдім деді. Фуат ашуланып орнынан тұрды. Сендер менің сүйіктімді аттыңдар. Мен сол үшін ашуландым. Бәрі әділ жаза болды деді. Мені өлтіргелерің келеді ме? Міне мен өлтіріңдер деді Пойраз. Айшагүлге болмаса менің балама тиісетін болсаңдар, достарыңның артынан жіберемін деді. Бахриге бірдеңе болатын болса, мен бұлай сендерге келмеймін деп шығып кетті Пойраз.